Қайғылы жағдайда танымал болған ойдан шығарылған кейіпкер Керри Уайт өзінің мектеп бітіру кеші өтіп жатқан залды отқа орап, бүкіл қаланы қауіпке төндірген кезде телекинез, яғни физикалық заттарды жалғыз ақылдың күшімен басқару қабілетін қолданған болатын. Бірақ Керри ғажайып кітапқа негізделген ғажайып фильм болғанымен, телекинезге деген сенім мүлде ғажайып құбылыс емес. Адамдар ғасырлар бойы заттарды шынымен де ақылдың күшімен ғана қозғалтатын құдірет бар деген тұжырымда болды. Левитация, есікті қалағанынша ашу және қасықты майыстыру. Осылардың барлығы қызықтыратын мысалдар. Ол матрицадағы Неоның оқты ауада тоқтатқанымен, Йоданың тиға қайраған қабілеті. Бірақ телекинез шын ба, немесе Керри, Йода және Нео сияқты ойдан шығарылған ба? Зерттеу үшін біз телекинездік тұжырымдарды ғылыми линза арқылы ғылыми әдістерді қолдана отырып бағалауымыз керек. Телекинез парапсихология пәнінің бір саласы. Онда зерттеушілер психикалық феномендерді зерттейді. Парапсихологтар өздерінің жұмыстарын ғылым деп есептейді, бірақ басқа ғалымдар онымен келіспейді. Бірнеше қарапайым бақылаулар жүргізіп көрейік. Бақылау номер 1. Телекинез туралы біраз әзілдер болғанымен, ол туралы ешқандай ғылыми дәлел жоқ. Ғылыми әдістер арқылы зерттеулер оның шын екенін көрсететін зертханада қайталанатын тәжірибелер жасалмаған. 1930 жылдары парапсихологияның атасы Джозеф Бэнкс Рейн адамдардың телекинез арқылы ойын сүйегін өздері қалағандай түсіре алу қабілетін тексеріп көрді. Кейін ғалымдар оның нәтижелерін қайталай алмады және көшірме идеяны дәлелдеу үшін маңызды болғандықтан ол мәселе туғызды. Ғалымдардан бөлек өздерін телекинезші деп жариялағандар да бар, бірақ олардың барлығы жалғаншы екені әшкерленді, немесе олар өздері толық басқармаған жағдайда қабілеттерін көрсете алмады. Олардың айтуынша, өздері қалаған нәтижеге жету үшін олар жағдайды басқарулары керек. Қазіргі таңда телекинез сияқты экстрасенсорлық қабілеттердің шын екенін дәлелдеген адамдарға көптеген ұйымдар дайындаған үлкен жүлде қоры бар, бірақ ол байлық әлі де иесіз тұр. Бақылау номер 2. Телекинезді зерттейтін болсақ, не өлшеніп жатқаны туралы бір келісім жоқ. Мүмкін ол күшті Йода сияқты ми толқындары шығар. Ешкім келіспегендіктен ғылымның басқа салаларындағы сияқты идеяның негізділігін тексеруге арналған зерттеу стандарттарын орнату қиын. Бақылау номер 3. Ғылымның қаймағы белгісізді табу, және ғылыми зерттеулер тарихында жаңа ашылулар ескі ғылымға қарсы шығып, тіпті ғылымның кейбір салаларына төңкеріс жасаған кездер орын алған. Ондай ашылулар күмәндарға қарсы тұра алу үшін өте мұқият дәлелдену керек. Телекинездің жағдайында ол дәстүрлі ғылымға қарсы келеді, бірақ оған жақтасатын күшті дәлелі жоқ. Біздің әлеміміз физика заңдары арқылы түсіндіріліп басқарылады, және сол заңдардың бірі бізге ми толқындары заттарды қозғалта алмайтынын айтады. Өйткені олар жеткілікті қуатты болмағаны, әрі ұзаққа жете алмаған үшін бас сүйегінің сыртынан аса алмайды. Әрі физиканың айтуынша заттарға қашықтан әсер ете алатын тек магниттік және гравитациялық күштер бар. Мүмкін ғылым түсіндіре алатындардың ішінде телекинезге ең жақыны ойдың көмегімен басқарылатын роботтандырылған қол. Зерттеушілер инсультке шалдығып қозғала алмай қалған науқастың миына қозғалысты басқаратын аумаққа кішкентай сымдарды орнатып, науқасқа роботтандырылған қолды қозғалту үшін зейін қоюын үйретіп, ақылының жалғасы сияқты қолдануына болады, және ол жұмыс істейді. Бұл ғажап, бірақ телекинез емес. Науқастың ойы бұлдыр, анықтауға қиын зат емес. Ол сым арқылы роботқа жеткізілетін өлшенетін ми сигналы. Ғылым қозғалысты өлшеп, тексеріп түсіндіре алады, және біз осылайша ой арқылы басқарудың шын екенін көрсеттік. Дәлелдер жинаған кезде біз қай идеяның шыңы биік болып, ал телекинез жағдайында қай шыңның мүлдем жоқ екенін көреміз. Біреулер бұл құбылыстың ғылым шеңберіне кірмейтінін айтады, және ол қалыпты жағдай. Ондай жағдайда телекинез тек қана жеке сенімнің мәселесі болып қалады. Сонымен біздің бақылауымыздың нәтижесі бойынша, біз ішкі күшімізге қанша сенгіміз келсе де, телекинезді жақтайтын дәлелдер осал болып қала береді. Нео, Керри және Йода, кешірім сұраймын. Сендердің қабілеттерің таң қалдырарлық, бірақ олар әзірге фильмдерге ғана тиесілі.